Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында клубникалы шоколаде жасап үйренетін боламыз. Алдымен салқын суға клубникамызды жақсылап жуып аламыз. Одан кейін салфетканың көмегімен клубникаларымызды жақсылап құрғатып, бөлек ыдысқа орналастырамыз. Дайын болған клубникаларымызға үшкір таяқшаларды қадап шығамыз. Енді кезекте шоколадымызды су буына ерітіп аламыз. Дайын болған шоколадымыздың үстіне клубникамызды батырып алып, асықпай қағаз бетіне орналастырамыз. Дәл осылай қара шоколадымызды да су буына ерітіп аламыз. Егер қара шоколадымыз тым темный болса, ақ шоколад қосып араластырып, қоңыр шоколад қылуға болады. Араласқан шоколадтарымызды жақсылап суығанша араластырамыз. Дайын болған шоколадымызға клубникамызды жақсылап батырып аламыз да, бұны да қағаз бетіне орналастырамыз.
Дәл осылай ақ шоколадымызды дайындап аламыз. Шоколадымыз суығанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған ақ шоколадымызды осылай алфавиттердің үстіне құйып шығамыз. Шоколадымызды осылай алфавиттің үстіне бір тегіс қылып құйып шығуымыз керек. Құйып болғаннан кейін тоңазытқышқа салып қатырып аламыз. Қалған ақ шоколадтармен осылай қара шоколадтардың бетін әрлеуге болады. Дайын болған клубникаларымызды жақсылап коробкаға орналастырамыз. Бұндай коробкаларды кондитерлік дүкеннен сатып алуға болады. Ендігі кезекте дайын болған қатырылған алфавиттерімізді алып, клубникаларымыздың ортасына орналастырамыз. Мінекей, біздің клубникалы шоколадымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Осылай подаркаға беруге де болады.